Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыз триггерлер. Яғни сабағымыздың негізгі мақсаты білім алушыларға осы триггерлердің құрылымын, жұмыс істеу принципін түсіндіру, және де олар осы сабақтың нәтижесінде қарапайым электронды схемаларда триггерлерді қолдана білетін болады. Триггерлеріміз сандық электроникадағы жады, яғни бұның негізгі қолданылатын мақсаттары бұл екілік кодтарды жазуға, оларды сақтауға және осы триггерден оқуға мүмкіншілік береді. Триггерлерде жалпы екі күйде болады. Бұлар яғни немесе логикалық бірді, немесе логикалық екіні жаза алады, сақтай алады өзіне, және осы арқылы осы екілік кодтарды бере алады. Жалпы триггерге келетін болсақ, олар қарапайым схемаларда жалпы триггердің шартты белгіленуі Q әрпімен белгіленеді. Триггерлер жалпы бөлінеді, асинхронды және синхронды болып бөлінеді. Асинхронды триггер дегеніміз бұл жақта сет және ресет деген кірістер бар. Яғни ақпаратты жазу үшін бізге сет және ресеттен бір ақпарат берілген ақпаратты триггерге жазу жеткілікті. Яғни қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, сеттен егер біз бірді жазуымыз керек болатын болса, ақпаратты сеттен береміз, ал егер нөлді жазу керек болатын болса, ресеттен береміз. Осы арқылы триггерге ақпаратты жазу жеткілікті болып табылады. Ал енді асинхронды триггерлерге келетін болсақ, бұл жақта қосымша синхрондаушы импульстар қажет болады. Яғни триггерге бірді жазу керек болатын болсақ, біз сет және синхронизациялық импульс қатар берілу керек. Өйтпеген жағдайда біз ақпаратты жаза алмаймыз. Бұл жерде асинхронды триггерлерге тоқтала кететін болсақ, бұл жерде асинхронды RS триггер, яғни R және S, яғни сет және ресет деген екі кірісі болады. Бұлар или не логикалық элементтердің негізінде жүзеге асырылады. Екі шығысы бар, Q және не Q. Яғни ресет дегеніміз бізде не? Яғни триггерге логикалық нөл жазу керек болатын болса, ресет арқылы жоғарғы импульс береміз, яғни бірді береміз. Ал егер бізге логикалық бірді жазу керек болатын болса, сеттен бірді береміз. Мына жерде тоже осы түсіндіре кететін болсақ, яғни біз ресеттен бірді берген кезде, сеттен біз нөл беруіміз керек. Ал егер сеттен бірді беретін болсақ, онда ресеттен нөл беруіміз керек. Бұл жағдайда сеттен және ресеттен бір уақытта жоғарғы деңгейлі импульстерді жазуға болмайды. Олар тыйым салынған болып саналады. Енді асинхронды RS триггерлерге келетін болсақ, бұл жерде, яғни бұл жерде бізде синхронды RS триггеріміз асинхронды RS триггердің негізінде жасалынады. Яғни бұл жерде алып қарастыратын болсақ, бізде бұл асинхронды RS триггер. Бұл жерге әкелемізде екі I элементін қосамыз. Сол кезде не болады? Өздеріңіз білесіздер, I элементі барлық кірістерінде жоғарғы импульстар берілген кезде ғана бұлар шығысында жоғарғы импульс шығады. Синхронды RS триггерге біз логикалық бірді жазу үшін R-дан бір береміз, синхронизациялық кірістен бір береміз. Сол кезде ғана I-дің шығысында жоғарғы импульс болады да, мына жерде біз нөлді жаза аламыз. Ал егер бізге бірді жазу керек болатын болса, онда синхронизациядан және S-дан жоғарғы импульс берген кезде бізде I элементінің шығысында жоғарғы импульс қалыптасады да, бұл бізге ақпаратты жазуға мүмкіншілік береді. Бізде RS триггерлердің негізгі кемшіліктері бұл жерде кіріс сигналдарды, бұл жерде рұқсат етілмеген комбинацияның болуы, яғни R және S, сосын
синхронизацияға бір уақытта жоғарғы деңгейдегі кернеуді беруге болмайды. Бұл негізгі кемшіліктері. Және де біз ақпаратты жазу үшін екі кіріс пайдаланамыз. R және S. Яғни 0 жазу керек болған кезде R-дан сигнал береміз. S-ді бірде жазу керек болған болса, S-дан сигнал береміз. Бұл да айтарлықтай кемшілік болып табылады. Жаңа екінші тағда бұлар помехаға төзімсіздігі тоже негізгі кемшіліктер болып табылады. Сондықтан осы RS синхронды RS триггердің негізінде D-триггерлер жасалынады. D-триггердің негізгі артықшылығы бұл жерде тек қана бір ғана информациялық кіріс болады. Бұның бұл жерде жаңағы тиым салынған комбинация деген болмайды. Бұлар қандай жасалушы болады? Осы асинхронды RS триггердің бір ғана кіріс жасаймыз, бір деген кіріс. Бұған R-ге, яғни инверсия арқылы сигнал береді, яғни неге элементті қосып қоямыз. Бұл жерде 0 беретін болсын, бұл жерде 0 беретін болсын. Осы 0-іңіз сетқа 0 ретінде түседі, ал пресетқа инверсия арқылы өтіп бірге айырылады. 0 және 1 ақпарат мұзақын 0 берсек, бірақ бұл пресетта бізде 1 болып есептелмейді. Яғни мына жерде қарастыратын болсақ, қараңыз, мына жерде D ақпарат жазу кірісіне біз жоғарғы импульс бергенімізбенен бізде Q-да ештеңе өзгерген жоқ. Бұл қай уақытта өзгереді? Бұл яғни синхронизациялық кіріспен және ақпараттық кіріспен жоғарғы деңгейде импульс берілген кезде бізде Q яғни бір жоғарғы кернеуді өзіне сақтап алып тұрды. Бұл енді жоғарғы кернеу қай уақытқа дейін жалғасады дейтін болсақ, бұл яғни синхронизациядан жоғары деңгейдегі кіріс және D-дан төменгі деңгейдегі кіріс кернеу берілген кезде бізде яғни триггер 0 жарқырайды. Қысқаша айта кететін болсақ, яғни триггерлер ең кішкентай есте сақтау құрылғылар болып есептелінеді. Бұлар бір логикалық кодты, яғни сақтай алады, жаза алады және осы триггерден оқи алуға мүмкіншілік береді. Бұл триггерлерді жалпы әртүрлі логикалық командаларды, логикалық кодтарды жазу кезінде ең негізгі память дейміз ғой, жады элементі ретінде қолданылады. Рахмет.